Құпия қарым-қатынас 2. Менің атым Ербол. Жасым 22-де. Университетті енді бітіріп, жұмыс іздеп жүрген кезім еді. Сол кезде ағамның үйінде уақытша тұрып жүрдім. Ағам жұмысына байланысты жиі іс-сапарға кететін. Кейде бір аптаға, кейде одан да көп, кейде бір айлап үйде болмайтын. Сол кездері үйде жеңгем екеуміз, яғни жеңгемнің есімі Айгүл. Айгүл екеуміз үйде қалатынбыз. Айгүл жеңгем өте сұлу әйел. Ұзын, қара шашты, үлкен көздері, өте әдемі. Әрқашанда күліп жүретін. Бірақ кейде оның көзінен бір түрлі мұң байқалатын. Ағам үйде сирек болғандықтан ол көбіне жалғыз қалатын. Ал мен болсам, оны күн сайын көріп жүріп, іштей бір түрлі сезімге тап бола бастадым. Бұл дұрыс емес екенін түсіндім. Өйткені Айгүл менің жеңгем. Бір күні кешке ағам тағы да іс-сапарға кететінін айтты. Сол күні кешкісін үй тып-тыныш болып қалды. Айгүл жеңгем шай дайындап, диванда отыр. Ербол, кел, бірге шай ішейік деді. Мен қасына отырдым. Біраз уақыт жай ғана әңгімелестік. Бірақ бір сәтте жеңгем маған басқаша көзбен қарағандай болды. Үйдің іші тып-тыныш еді. Сол тыныштықтың ішінде біздің арамызда айтылмаған бір нәрсе пайда болғандай сезілді. Ал сол кештің қалай аяқталатынын мен ол кезде мүлде елестете алмадым. Бәрі сол көзқараспен басталды. Екеуміз бір-бірімізге қарап қоямыз, күліп қоямыз. Біздің ойымыз бір жерден шығып тұрғандай. Келесі күні үйдің ішінде бір түрлі тыныштық болды. Жеңгем маған тік қарай алмай жүр. Ас үйде жүрсе де бір түрлі ұялып тұрғандай. Бірақ оның көздерінде бір нәрсе бар еді. Кеше болған оқиғаны ұмытпағаны анық. Кешке қарай ол маған жақындап баяу ғана айтты. Ербол, кеше не болғанын толық түсінбеймін. Ол кез мен өзімде емес едім. Бірақ сол сәттер есімнен кетпей жатыр деді. Мен көзімді төмен қаратып үндемедім. Ол біраз ойланып тұрды да тағы да сұрады. Сен де сол туралы ойлап жүрсің бе? Деді маған. Мен күліп жібердім. Сол күннен кейін біздің арамыздағы қарым-қатынас өзгере бастады. Бір-бірімізге бұрынғыдай жай ғана туыс адам ретінде қарау мүмкін болмай қалды. Кейде кешкі шай үстінде ұзақ әңгімелесетін болдық. Біздің құпия қарым-қатынасымыз жалғаса берді. Кеш батса болды, бәрі басталатын. Бір күні жеңгем маған қарап отырып, Ербол, сен менің өмірімді өзгертіп жібердің, деді. Мен оған қарап, ал сен менің ойымды өзгерттің, деп жауап бердім.
Сол күннен бастап біздің арамызда ешкім білмейтін құпия пайда болды. Ал сыртта өмір бұрынғыдай жалғасып жатты. Ағам іссапардан келгенде бәрі әдеттегідей көрінетін. Бірақ біз оны ағама білдірген жоқпыз. Біздің арамыздағы сол сезім әлі де жоғалған жоқ. Ағам үйге келгеннен кейін бәрі сыртта бұрынғыдай көрінетін. Кешкі ас үстінде күліп ойнап отырамыз. Бірге теледидар қараймыз. Бірақ түнде бәрі басқаша болатын еді. Тіпті ағам үйде болғанда да. Ағам ерте ұйықтайтын. Сағат 11-ден кейін бөлмесінде тыныштық орнайды. Сол кезде жеңгем маған қысқа ғана хабарлама жазатын. «Ербол, келші, сөйлесейік» деп. Мен үнсіз ғана бөлмеден шығып, оның есігін қағатынмын, ақырын ғана. Бір сәт жеңгем шықты. Үстіндегі киімінің өзіне жарасып-ақ тұр. Екеуміз қонақ үйге бардық. Жеңгем жарықты өшіріп төсекте отыр. Бөлме қараңғы. Тек терезеден түскен әлсіз жарық қана бар. «Ербол, бәрі дұрыс емес екенін білемін», дейді ол жай ғана. «Бірақ саған айтатын сөздерім бар», деді сыбырлап. Мен бәрін сезіп тұрмын. Сол кезде тағы да барлық нәрсе басталды. Біз шыдай алмадық. Бірақ күн өткен сайын біздің арамыздағы құпия тереңдей берді. Бір күні ағам күдіктене бастады. «Айгүл, сен соңғы кездері өзгеріп кеткен сияқтысың», деді ол күліп. Жеңгем жай ғана жымиып, «Мен жақсы ұйықтап жүрмін ғой», деп жауап берді. Сол сәтте менің ішімде қорқыныш пайда болды. Егер бәрін біліп қойса не болады? Деген. Сол түні мен жеңгеммен сөйлестім. Мүмкін біраз уақыт ара қашықтық сақтағанымыз дұрыс шығар, деп айттым. Жеңгем үнсіз қалып, көзінде жас пайда болды. «Ербол, мен енді бұрынғыдай өмірге қайта алмаймын», деді ол ақырын. Бірнеше күннен кейін ол маған күтпеген ұсыныс айтты. «Мүмкін бұл жерден кетерміз, жаңа өмір бастармыз». Бұл сөзі мені қатты ойландырды. Біраз уақыт өте келе мен шешім қабылдадым. Біз бір түнде чемодандарымызды жинап ауылдан кетіп қалдық. Жаңа қалаға келдік, жаңа өмір бастадық. Бір айдан кейін жеңгем маған тағы да бір жаңалық айтты. Біз бөпелі болады екенбіз. Қатты қуандым. Бірақ менің жасағаным дұрыс па, бұрыс па, оны мен білмеймін. Ал ағаммен сол күйі араласпай кеттік. Бәлкім тағдыр бізге жаңа мүмкіндік берген шығар. Ал өткен өмір, ол енді тек естелік боп қалады. Қазіргі таңда мен сол жеңгеммен бақыттымын. Ол жеңгем менің қазіргі әйелім. Сіздер қалай ойлайсыздар? Менің осы жасағаным дұрыс болды ма? Сіздер менің орнымда болғаныңызда не істер едіңіздер?